Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып жаратылыстану сабағы. Адам бөлімі 17-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы зәр шығару жүйесі қалай жұмыс істейді. Бұл бөлімде адам ағзасындағы зәр шығару және жүйке жүйелерінің қызметімен танысамыз. Олардың ағза үшін маңызын білеміз. Адамның барлық іс-әрекетін жүйке жүйесі басқарып әрі реттеп отыратынын түсінетін боламыз. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта сен адам ағзасындағы зәр шығару жүйесімен танысасың. Зәр шығару жүйесінің ағза үшін маңызын білесің. Бүгінгі сабақта қолданылатын тірек сөздер: зәр шығару жүйесі, бүйрек, несепағар, қуық. Суретке назар аудар. Пиктограмманы зерделе. Адам ағзасының ішкі мүшелерін ата. Оларды қандай жүйелерге біріктіруге болады? Қай мүшелер ешбір жүйеге енбей қалды? Неліктен? Олар туралы не білесің? Ешбір жүйеге енбей, өздігінен жұмыс істейтін мүше болуы мүмкін бе? Ойланып көр. Олай болса, адам ағзасындағы мүшелерін қарастырайық. Жүрек, құлақ, бүйрек, өт жолы, қуық, бауыр, қарын, ми және тағы да басқа бірнеше адам ағзасының ішкі мүшелері бола алады. Ал осы жерде ішкі мүшеге жатпайтын адам ағзасының бір бөлігін тауып көрейікші. Ол әрине құлақ. Яғни құлақ адам денесіндегі ішкі мүшелеріне жатпайды екен. Бұл құлақ сыртқы мүшелердің бірі болып табылады. Олай болса, ішкі мүшелердің бірі зәр шығару жүйесіне тоқталайық. Суретте қандай мүшелер көрсетілген? Олар қандай қызмет атқарады деп ойлайсың? Адам ағзасындағы артық су мен зиянды заттар қалай шығарылады? Ойланып көрдің бе? Олай болса, қарастырайық. Суретке назар аудар. Бұл суретте екі жағынан көрсетіліп тұрған бүйрек. Мына жердегі жол бұл несепағар және төменде көрсетіліп тұрған бұл қуыққа жатады. Адам ағзасындағы тамақ желінгеннен кейін ағзаға түсіп, қорытылып, артық су, зиянды заттар үнемі сыртқа шығарылып отырады. Бұл жұмысты әрине зәр шығару жүйесі реттейді. Зәр шығару мүшелеріне бүйрек, несепағар, қуық жатады. Яғни бұл суретте көрсетіліп тұрған зәр шығару жүйесі. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Бүйрек үшбұрышқа ұқсас жұп мүше. Оның негізгі қызметі қанды зиянды заттардан тазартып, зәр түзу. Яғни бұл мүше біздің денеміздегі сүзгіш қызметін атқарады. Бүйректің сыртқы жағы дөңес, ішкі жағы ойыс болып келеді. Ойыс жанында несепағар орналасады. Несепағар түтікше тәрізді мүше. Бүйректе түзілген зәр осы несепағар жолы арқылы қуыққа өтеді. Қуық ішкі қуыс, бұлшық етті мүше. Қуықта зәр уақытша жиналады. Кейін несеп өзегі арқылы сыртқа шығып кетеді екен. Суретке назар аударайық, зерттеп көрейік. Зәр шығару жүйесі қалай жұмыс істейді? Зәр шығару мүшесі ағзаны керексіз заттардан, артық су мен тұздардан тазартуға өкпе, тері және ас қорыту жүйесі де қатысады екен. Өкпе арқылы көмірқышқыл газ бен бу түріндегі су бөлінеді. Тері арқылы су мен тұздар терімен бірге шығады. Ал тамақтың қалдығы тікшек арқылы шығарылады.
Есте сақта, зәрдің адам ағзасынан дер кезінде шығарылмауы адам денсаулығына зиян келтіреді. Ағзадағы керексіз заттарды шығаруға тағы да қандай мүшелер қатысады? Мына екі суретке назар аударып, ойланып көр. Әрине балалар, басқа да әртүрлі біздің денеміздегі тұздарды шығаруға ол адамның терісі әсер етеді. Яғни тер ағу арқылы су болып, түрлі керексіз тұздар денеден бөлініп шығып кетеді. Сен білесің бе? Бүйрек арқылы тәулігіне шамамен 1500 литр қан сүзіліп тазарады. Есте сақта, зәр шығару жүйесінің негізгі қызметі қанды тазартып, оның құрамындағы зиянды заттарды сыртқа шығару болып табылады. Сонымен, бүгінгі сабақта сен адам ағзасындағы зәр шығару жүйесімен таныстың. Зәр шығару жүйесінің ағза үшін маңызын білдің деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.